Команда. Бүгін сіздерге мен біздің жұмыс онлайн бизнес болғандықтан чатпен жұмыс жасаймыз. Чатымыз толып кетті деп жатады кейде, память толып кетті, зависать етіп жатыр телефондарымыз деп. Соны қалай тазалаймыз? Егер білмеген болсаңыздар, кішкене айтып өтейін, қалай тазалау керегін. Бірінші чаттан бастайық. Мысалы, WhatsApp чат. Бізде алғашқы ақпарат деген чат бар, Вот сол чатты алайын мен қазір. Компанияның мүмкіндіктерін толық түсіндіретін чат. Ол жерде күнде сабақ қайталанады, сондықтан егер ол чатты тазалағыңыз келсе, бұлай жасайсыз. Яғни сағатынасына немесе сол чаттың төбесінде мына жерде 3 точка бар, соны басасыздар дағына, еще деп тұрады. Ещені басасыздар. Очистить чат. Бұл жерде удалить медиафайлы с вашего телефона дейді тұр. Егер осы чаттағы фото, суреттер сізге керек болса, осы галочкамен нетесіздер, ал егер керек болмаса, галочканы өшіріп тастайсыздар да, очистить етесіздер. Бұл енді бір чатты тазалау. Ал егер сіз мына чатта мүлдем маған галереяма келмесін, фото, видеолар мен галереямда сақталмасын десеңіздер, мына чаттың төбесіне кіресіздер да, любой чат, сізге қандай чат несі керек емес, лишний деп ойлайсыздар. Соны мына жерден видимость медиа деген жер бар. Соны басасыздар. И мына жерде айтып жатыр, галереяңызда көрсетпесін десеңіз, нет деген жерді басамыз. Окейді бастық. Осы жерде жіберілген бүкіл фото, видеолар менің галереямда сақталмайды. Бұл жерде келіп тұрады, сақталмайды. Осылай тазалаудың бір түрі. Бұл WhatsApp чатта. Енді екінші, ол уже мои файлға кіреміз енді. Ол жерден WhatsApp'тан келген алдыңғы видео, фото бәрлігін сол жерден тазалаймыз. Ол жерден тазалағанымен сізде галереяңызда тұрады ол. Сондықтан қорықпай өшіре беріңіз. Ол үшін біз память устройства дегенге кіреміз. Және де бұлай жүргізе берсеңіздер, соң жағында WhatsApp деген жері бар, соған кіріп, медиа. Уже медиа дегенде мына жерде names деп тұрады, фотолар. WhatsApp'тан келген қаншама фотолар сіз жібергенсіз, басқалар жіберген деген сияқты. Соның бәрін выделить етеміз да, выделить все. И өшіреміз. Міне, өшті WhatsApp'тан келген фотолар. Ал енді видеосын то же самое выделить етеміз да, бәрлігін өшіріп тастаймыз. Ал енді қараймыз. Бүкіл фото, видео сіздің галереяңызда тұр. Негізінде галереядан өшірмесеңіз, медиафайлдан өшіп кетеді, бірақ сол фотоларыңыз галереяда тұрады. Яғни қалағаныңызды өшіре аласыз бұл жерден. Сондай. Қорықпай my файлдан өшіре беріңіздер. Сондықтан келесі тазалаудың әдісі, вроде бәрлігін айттым. Осылай үйреніп алыңыздар.